Ровно 5:16 кетті. Мен саған сағатқа қара деген жоқ, мартқа қара дедім, ёп. Айта беріңіздер, бітпейтін не мәселе осы сіздерді. Мәселе болғанда отоплениенің бағасы қашан түседі? 3 ай бойы отопление төлейміз деп тас жейтін болдық қой. Мыналардың бәрі асып тозып жүншіп кетті ғой. Қашан түсіресіңдер отоплениені? Бұл мәселе 2027 жылға дейін шешіліп қалады. 2027 жылдан бастап сонда отопление бағасы түсе ме? Жоқ, 2027 жылдан бастап 3 ай қыста Африкада ма, Египетте ма ыстық жерде өмір сүріп келесіңдер ғой 3 ай. Африка, Египет несі? Түк түсінбедім, не айтып тұрсың? Қалай түсіндірсем екен? Былай ғой, 2027 жылға дейін отопление бағасы түспейді. Жылдан жылға өсе береді. 2027 жылы қыста, 3 ай қыста Қазақстанда өмір сүргенше, Египетте ма, Африкада ма өмір сүрген арзанға түседі ғой сіздерге. Түсіндіре алдым ба? Түк түсінбедім. 3 ай қыста сонда біз не шетелде өмір сүреміз, а? Түк түсінбедім. Түсінбейтін несі бар 3 ай қыста семья бала-шағамызбен шетелде өмір сүреміз. Африка, Египетінде. 3 ай семьямызбен шетелде өмір сүргеніміздің ақшасын ішіп жегеніміздің өкімет көтеріп береді біз үшін. Сондай ғой. Жоқ қой, Құдай сақтасын. Жаңағы 3 ай отопление төлейтін ақшаның жартысына шетелге барып демалып келесіңдер ғой, қыста күні. Бізде нелерің бар? Шешең, онда өлдік десей бәріміз. Неге тештік па? Семья бала-шағамызбен полный кредитіміз просрочкада ғой, черный спискідеміз, шетелге шыға алмаймыз біз. Шетеліңде шешең микрорайонға барамаймыз, коллекторлар ұстап алады. Мен өлмеймін енді. 3 ай қыста Мишаның гаражында жата берем, мыналар таза өлді шешең. Тас болып қататын болды. Болмаса сен үйіңе апарып тастаймын әкім, 3 ай қыста мыналар сен үйіңде өмір сүреді. Точно сондай болатын болды ғой. Болады ғой. Ал қатын, праваға экзам тапсыруға дайынсың ғой, Иә. Қазір кірген кезде А десе Б деп лағып тұрма, өмір бақи права аламай қаласың. Білем. Давай, бір тексеріп көрейш сені. Қызыл кірпіштің сүйреті бар знак нені білдіреді? Строительдердің көшесі ма? Лапты отыңдамайт неге бейдің үстіне бей сұрайт неге оғы. Белдер спортпен айналысып жүгіріп жүр. Мен әлі отырмын, ертең бастаймын. Жұтыма жіберіп қоятын болдым ау. Жаным, сенің сұлулығыңа айтар сөзім жоқ. Ақшаң бар ғой? Бар. Ақшаң болса болды ғой, сөзіңе ағылам, сен қору жейін ба? Алло, Жан. Ау. Шөтіме ақша аударшы, ақша керек болып жатыр. Алло. Шөтіме ақша аударшы дейм, ақша керек болып жатыр. Алло, естілмей жатыр ма? Ой, естілмей жатыр ма? Ой, мынау қатып қалған не істейді? Ой, бәле болды онау. Өшті ма? Ақшаға тоймайтын қатын. Қарындас, сіз үшін мен ақ төлейсем бола ма? Әрине болады. Қазір тұра тұрыңызшы. Бұл не? Үйде газ, су, светтің квитанциясы ғой, біратла төлейсеңізші. Ол қызға басын кетер ой. Ендіре берме? Иә. Сатпай баға. Иә, мен. Өмір деген қиын, братан, Өне, қолжай ма? Өткенде үйленгем ғой. Сосын? В общем, мамам құсап тамақ істеп береді деп үйленгем ғой. Сөйтсе? Папам құсап арақ ішетін болып шықты ғой. Қойш. Болады ма? Ретке сол жеген. Жаным, туған күніңе не подарок етейін? Білмеймін, маған әртүрлі нәрселерін айт. Мысалы? Мысалы, ақша.
тәтті ма, тоқалдың ерін тәтті ма? Әйелімнің ерні тәтті. Не болды? Неғып білмеймін деп айтпайсың? Нені білмеймін деп? Тоқалды кім сүйіп көріпті, білмеймін деп айтпайсың ба? Шіле енді бұндай миым қатты істемейді енді. Кел жоғалшы бар. Қалайсыздар достар? Біз өте бақытты семьямыз. Біздің отбасымыздың бақытын кілті не деп білесіздер ма? Қазір мен жаным айтады. Айтшы жан. Айтса яман қимай. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Құжаттарыңыз. Жоғалшы, басым бос емес, күйеуім бар. Құжаттарым сұраңыз. Сіздің басыңызда шаруам жоқ, праваңызды беріңіз. Ой, праваға жаман болып түскен көрмей қойшы. Көп сөйлемей праваңызды беріңізші. Бағанадан бері артыңыздан антық келе жатырмын да, оңға бұрылғандара, солға бұрылғандара поворотиге жаққан жоқсыз. Неғып жақпайсыз? Менің қайқа бұрылатында кімнің не шаруасы бар? Сіз қатырасыз ғой. Сіз хотя бы поворотниктің қайықта тұрғанын білесіз ба? Білеміз, Құдайға шүкір праваны оқып алғанбыз. Қай жерде тұр? Машинаның алдында кладовкасы бар ғой, соның бір жерінде жатыр. Мейлі, поворотникті қоя салыңызшы. Тормыз қайықта, тормыз. Тормыз достарымен балыққа кеткен.